Ассалаумалейкум ханымдар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге барынша пайдалы болуға тырысып, пайдалы ақпараттар салуға әрекет жасайтын боламын. Сол үшін менің осы каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін көпшілікке сұрақ белгісі болып қалыптасқан, қорқыныш сезімін сыйлаған, күмән сезімін сыйлаған пилинг жайлы видео болмақ. Кальций хлоридтен жасалынатын пилинг. Мен оны өзімнің инстаграм парақшама салған болатынмын. Өте көп хаттар келді. Ол қалай бетті күйдіріп жібермейді ме, расымен де ыстық укол ғой бұл деген сияқты. Ханымдар, мен өзім бұны бірнеше жылдан бері қолданатын адам ретінде бұл пилингтің ешқандай қорқынышты жері жоқ деп сенімді түрде айта аламын, және де оны сіздерге ұсынып жүрмін. Менің айтқаныммен қолданып нәтиже көрген кісілер өте көп, осы пилингті жақсы көретін. Уайымдамаңыздар, қазір мен өзім бетіме жасап көрсетемін. Егер бетім күйдіретіндей нәрсе болса, мен бетім давно күйіп кететін еді. Сондықтан уайымдамаңыздар. Бізге қажетті дүниелер: детский сабын, қарапайым, кез келген дүкеннен табылатын, сыртында кішкене бөпенің суреті бар, ең арзан детский сабын жарайды. Білемін, сабынды бетке қолдануға болмайды деп айтасыздар. Мен де өзім кеңес етпеймін, бірақ бұл сіздер күнделікті бетіңіз сабынмен жуыңыз деп жатқан жоқпын. Айына 1-2 рет қана пилингке, онда да кальций хлоридтік үстінен көпіршігін қолдануға болады. Уайымдамаңыздар. Детский сабын, басқа сабындар жарамайды, олардың құрамында түрлі қоспалар болғаннан кейін, детский сабынның құрамы барынша зарарсыз болғаннан кейін бізде детский сабыннан ғана нәтиже шығады. Басқа сабындарды қолданып жүрмеңіздер. Екінші қосатын дүниеміз ол кальций хлорид. Осындай бүгін дәу түрін қолданайын деп жатырмын. Бұдан кішкентайын қолданатынмын. Енді осы үлкенін қолданамын. Барлығы кетпейді, жартысы жеткілікті. Мен бетім үнемі тазартып отырғаннан кейін менде анау айтқандай өлі терілер шығады деп ойламаймын. Бірақ қазір көреміз, бәлкім шығуы мүмкін. Бұл пилингті қолданардан алдын бетіңізді жуып, макияж болса сүртіп қажет емес. Бірден жақып кетсеңіз де болады, немесе макияжыңызды өшіріп барып қолдансаңыз болады. Және де бізге ватный диск немесе мақта керек болады. Мен қазір кәдімгі мақтаны қолданамын. Бірінші бізге кальций хлоридті жақсылап сындырып алу керек. Жұбайым сындырып беретін еді, қазір өзім сындырайын. Профессионал болып кетіппін. Енді не істейміз? Біз қазір бірінші бетімізге, құрғақ бетімізге, енді орамалда болғаннан кейін орамалды шешіп тастап жақ, ана жеріңе тимей қалды, ана жерге тимей қалды деген нәрсе айтпайсыздар деп үміттемін. Сіздерге көрсету үшін орамалмен шығып отырмын. Өзіме қалса орамалсыз от души істейтін едім. Осылай бетіңізге бір слой жағып шығасыздар. Біреулер сұрайды, қанша минут тұрғызамыз деп. Минут тұрғызу шарт емес. Бетіңізге жақтыңыз ғой. Енді бізге мына сабынды көпірту керек. Бізге сабынның көпірігі керек. Сулы болып кетсе де шықпайды. Бізге көпірігі, қазір мен жақтап көпіртейін. Алдын ала суға сап қойсаңыздар болады, детский сабын. Сонда тез көпіреді. Осындай көпірігі жеткілікті. Енді сомен пісіп боламыз. Негізі қатты сулы болып кетсе шықпай қалады. Бетімізді жақсылап ысқылаймыз. Кір тәрізді дүниелер шығу керек. Ол бетіміздің өлі терілері. Жақсылап бір слой жасап болғаннан кейін тағы да мақтамызға малынған кальций хлоридпен бетімізді сүртіп, екінші рет қолымызды көпіршітіп детский сабынмен тағы да бетімізді ысқылап аламыз. Бет тазарғанша. Бізде көп майланатын Т зонасын жақсы тазалап береді. Безеулерді жақсы көмектеседі, негізі безеулердің кетуіне. Бірақ безеулер асқынған, беті ашық болмау керек. Бетімізді қатты бір ауыртатындай ысқыламаймыз, жеңіл, бетке салмақ түсірмей. Осындай дүниелер шығу керек. Бетіңіз тазарғанша жақсылап ысқылап, сосын жылы суда жуып тастаймыз.
бетіңізді жақсылап кеткеннен кейін жуып кептіріп крем жағып қойыңыз. Осылай айына 1-2 рет қолданып тұрсаңыз, бетіңіз керемет теп-тегіс болады. Подростковый кездегі безеулерге де жақсы көмектеседі, бірақ безеудің беті ашық болатын болса, ашық жаралар болса қолданбау керек. Аяғы ауыр келіншектерге де қолданбай ақ қойған дұрыс.